Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Жұмсақ, өте нәзік, дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен електен ұнымызды өткізіп аламыз. Мен ашытқымды алдын ала дайындап алдым. Ашытқымды қосамын бірінші. Үстіне дәміне қарай қант қосамыз. Және бір дана жұмыртқа қосамын. Мен кішкене май мен сүтті ертіп, жылытып алдым. Соны қосатын боламыз. Сонда қамырымыз өте жұмсақ, сондай нәзік болып шығады. Енді тұзды суды қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болып қалды. Әбден қандырып басамыз да. Үстіне кішкене сұйық маймен жақсылап асып, бетін реттеп, жағын айналдыра сұйық май жағып шығамыз. Сонда қамырымыз көтерілген кезде жабыспай әдемі болып көтеріледі. Сұйық май жақсаңыздар, нанның көтерілуіне жақсы болады. Және қамырымыз өте әдемі жұмсақ болып шығады. Осылай бәрін бетін жақсылап жағып алып, сұйық майымызды, бетіне салафанымызды жабып, жылы жерге орап, 2 сағатқа қалдырып қоямыз. Наным менің ашыдық. Мен кішкенесін алып қойдым. Мына жерде кішкене ғана алып, бауырсақ пісіретін боламын. Маған кішкене ғана қажет болады, сондықтан жартысын алып қойдым. Енді нанымызды жақсылап тұрып жаямыз. Оқтаумен жайып, кесіп, дайындап алатын боламыз бауырсағымызды. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қоңырауды басып қойсаңыздар, все деп таңдап, сіздерге әрқашанда бірінші видеом ашылатын болады. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Енді бауырсағымызды кесіп дайындаймыз. Мен 4 бұрышты формасында кесетін боламын. Мына жерде кішкене оқтаумен жайып жіберу керек. Аздап мына жерім қалыңдау болып қалды. Енді кесіп дайындаймыз. Енді табамызды майлап, соған салып дайындап аламыз. Сонда газдың жанына апарып пісірген кезде бізге ыңғайлы болу үшін салып қоямыз. Енді табамызды қатты ысытып, майымыз ысытып пісіреміз. Бір жағы көтерілгенше күтеміз. Сосын аударып отырып пісіріп аламыз. Менде көтеріліп болды ар жағы. Енді бер жағын аударып пісіреміз. Ар жағым пісіп дайын болды. Бауырсағымыз пісті, енді майдан сүзіп аламыз.
Міне бауырсағымыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, нәзік болып шықты. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.